Қайырлы күн баршаға. Назарларыңызға психологиялық тест. Байлыққа бастар жолыңды анықта. Қытай елінде бақа бұл байлықтың символы екендігі көпшілікке мәлім. Ал сіздің жеке басыңызда байлыққа алып баратын бұл қандай жол? Қай салада сіз байлыққа жете аласыз? Осыны анықтау үшін мынау суретте берілген бақалардың ішінен өзіңізге ұнаған біреуін таңдап алыңыз. Сонымен бірінші бақа. Сіздің байлығыңыздың бастауы көпшілікпен, жарнамамен, атақ-даңқпен байланысты мамандықтар. Сіз үшін ең маңыздысы сыртқы келбетіңіз, жақсы талғам. Сіз басқалар әсер қалдыратындай болуыңыз керек. Ал сіздің идеяларыңыз ұтымды болуы керек. Сіздің салаңыз ол журналистика, сұлулық салоны, модельдік бизнес, әшекей бұйымдары мен бренд киімдерді сатумен айналысу, сондай-ақ әншілік пен актерлік салада болуы мүмкін. Екінші бақа. Сіздің байлығыңыздың бастауы бұл сіздің өзіңізсіз. Сіздің идеяларыңыз, ой талғамдарыңыз бен логикаңыз. Сіздің жаңа нәрсені ойлап табуға, немесе ескіні жаңаша жасап шығаруға қабілетіңіз зор. Сіздің ойлау жүйеңіз рационалды. Сіздің табысты салаларыңыз қаржы, заң, ғылым. Сіз кеңінен және еркін ойлайсыз. Бұл қабілетіңізді сыртқа шығаруға ұялмағаныңыз жөн. Үшінші. Сіздің байлығыңыздың бастауы сенім. Шынайы, терең және күшті сенім. Бұл сіздің өміріңіздің ең басты нәрсесі. Бұл міндетті түрде дінмен байланысты емес. Сіздің бұл өз арманыңызға, өз күшіңізге, істеп жатқан еңбегіңізге, сондай-ақ өзіңізді қоршаған жандарға деген сеніміңіз. Және бұл сенімді басқалармен жиірек бөлісіп отыруыңыз қажет. Сізге адамдарға көмек келтіретін кез келген жұмыс сәйкес келеді. Педагог, дәрігер, діни қызметкер. Төртінші. Сіздің байлығыңыздың бастауы ұжыммен жұмыс. Пікірлес адамдармен жұмыс. Сізді кеңседе де, үйде де, немесе өз кәсібіңізді басқаруда да жұмыс істей беруіңіз мүмкін. Бірақ сізге ең маңызды болатын нәрсе жаны жақын жандармен, яғни жақындарыңмен, достарыңмен, жұбайыңмен, сенімді серіктесіңмен бірге болу. Бір сөзбен, сізді қолдайтын, көмектесетін, керек кезде қорғайтын адамдармен бірге болуыңыз керек. Бесінші. Сіздің байлығыңыздың бастауы үйдегі жайлылық пен байланысты нәрсенің бәрі. Сіздің салаңыз түрлі тағамдар даярлау, ас үй техникасы және оларды жөндеу, бау-бақшамен айналысу, жайлылық орнату. Сізге сүйкімді дүкен немесе кафе ұстауға, текстиль өндірісімен айналысуға, өсімдіктер мен бау-бақша құралдарымен айналысуға кеңес береміз. Немесе толығымен өзіңізді отбасы мен балаларыңызға арнап, үй шаруасымен кетуіңізге де болады. Алтыншы. Сіздің байлығыңыздың бастауы белсенділік, әрекет және алға жылжу. Сіздің ұраныңыз қозғалыс ол өмір. Сіздің мамандығыңыз тікелей жол жүру, саяхаттаумен байланысты болуы қажет. Оның үстіне сізге спортқа көп көңіл бөлу қажет. Егер де сіздің жұмысыңыз ондай болмаса, онда осыларға ұқсас хобби таңдап алыңыз. Жаныңыз қартаймасын, алға жылжи беріңіз. Жетінші. Сіздің байлығыңыздың бастауы ашкөздік қалаулар. Бұл міндетті түрде өзімшілдікпен байланысты емес, мәселен, өмірге деген құлшыныс, қуанышқа, ләззат алуға деген ашкөздене ұмтылу. Яғни сіз көңіл көтеру саласы мен ресторан бизнесінде өзіңізді судағы балықтай сезінетін боласыз. Өмірден сезімге толы қуаныштар күтесіз. Ақыл ойыңыз ғана емес, тәніңізге де рахат сыйлауға ұмтыласыз. Сондай-ақ тағы бір маңызды шарты бұл өз жұмысыңызды жақсы көруіңіз қажет. Сегізінші. Сіздің байлығыңыздың бастауы мерекелер мен фестивальдер. Сіз балалар ертеңгілігін ұйымдастырушы, той жиындарда фотограф, асаба, немесе музыкант болып істей аласыз. Сізден талантты дизайнер, суретші, безендіруші, немесе гүл өсіруші шығады. Сіз туристік агент міндеттерін де жақсы атқарып кете аласыз, және баспа басылым қызметінде алып кете аласыз. Есіңізде болсын, сізге мерекелік жарқын өмір қажет. Бір сарынды күнделікті күйбең тірлік сізді жалықтырып жіберуі мүмкін. 9-шы бақа. Сіз үшін байлықтың бастауы басқаларға деген сезім, жанашырлық қабілет, басқаларды түсіне білу. Сізден
тәп-тәуір психолог шығуы мүмкін. Алайда артық эмоцияларға беріліп кететініңіз кедергі болуы да мүмкін. Үйлесімділікке ұмтыласыз. Басқалардан гөрі өз түйсінулеріңізді жақсы жеткізе білесіз. Сіз қайырымды жансыз, өмірге өкпелі жандарға әрдайым жаныңыз ашып тұрады. 10. Сіздің байлығыңыздың бастауы қатал мейірімділік. Басқаларға жақсылықты қаталдықпен жасағыңыз келіп тұрады. Сіз адамдарға шектен тыс қатал, талапшыл болып кетесіз. Адамдарға қамшы жақсы көмектеседі деп ойлайсыз. Бірақ тікендей қаталдығыңыздың артында жанның жылуы жасырылған. Сіздің жақсылығыңыз жұдырықпен қоса жүреді. Сіз полицияда жұмыс істеуіңіз керек, немесе әскерде қызмет етуіңіз керек. Сондай-ақ сынап мінеуді қажет ететін кез келген салада сынның өзі конструктивті болу қажет ететіндігін жадыңыздан шығармағаныңыз жөн. 11. бақа. Сіздің байлығыңыздың бастауы бұл өз бизнесіңіз. Ол құрылыспен байланысты болса тіпті жақсы. Себебі сізге адамдарға пайдалы әрі ұзақ уақыт қызмет ететін жаңа нәрселер жасаумен айналысқан ұнайды. Сіз байсалды және жауапкершілігі мол адамсыз. Өзіңізге сыни көзбен қарай аласыз және өз қателіктеріңізден сабақ алуды да білесіз. Сіз өзіңізден жасы кіші адамдарға, әсіресе өз ісін енді ғана қолға алып жатқандарға жақсы ұстаз әрі үйретуші бола аласыз. 12. бақа. Сіздің байлығыңыздың бастауы металлмен немесе жылдамдықпен байланысты нәрселер. Бұл авто өндірісі болуы да мүмкін, пойыз бен ұшаққа қатысты кез келген нәрсе болуы да мүмкін. Сіз заманауи адамсыз, сізге жылдамдық маңызды және сенімділік пен сапа да маңызды. Кейде сіз бір нәрсенің артында жүгіріп, әбден қалжырап, болдырып жүргендей ештеңеге, тіпті өмір сүріп үлгермей жатқан секілді боласыз. Бұндай сәттерде сізге аздап демалып алу ең дұрысы. 13. бақа. Сіздің байлығыңыздың бастауы жылу мен қуаныш сыйлау. Басты нәрсе ұсақ түйекке іркілмеңіз, онымен басқалар айналыссын. Сіздің міндетіңіз идеяларды бұрқырата ойлап табу, каркасты жасап шығару, негізді ойлап табу. Сізге бастапқыда дұрыс жүрмей жатқандай болып көрінсе де, басқалар көп ұзамай сіздің идеяңыздың ауқымдылығына көз жеткізеді. Сізді кейде дөрекілеу адам деп те санаулары мүмкін. Бірақ іс жүзінде сіз басқаларға тек жақсылық қана тілейсіз. 14. бақа. Сіздің байлығыңыздың бастауы бұл сіздің әзіл, яғни юмор сезіміңіз. Сіз ол қабілетіңізді кез келген салада көрсете аласыз. Көптеген салаларда сіздің орныңызды басатын адам мүлдем жоқ. Сіздің өткір ойлылығыңыз сізге жақсы достар тауып беріп қана қоймай, сіздің карьерадағы қозғалтқышыңыз есебінде болады. Ең басты қағида, әзілдеріңіз зілді болмаса болғаны. 15. бақа. Сіздің байлығыңыздың бастауы тазалықпен байланысты, тіпті стерильділікпен байланысты кез келген мамандық. Дәрігер немесе ғалымның жолын таңдау бұл сіз үшін ең сәтті таңдау болмақ. Өмірде де өз ойларыңызды таза ұстауыңыз тиіс. Ары кірленбеген, жоғары адамгершілігі мол жан болуыңыз керек. Басқаға емес, дәл сізге өтірік айтуға, алдауға, алаяқтыққа баруға болмайды. Бұның бәрі де өз өміріңізге әсер етеді. 16. бақа. Сіздің байлығыңыздың бастауы мұхиттар мен теңіздердің ар жағында, алыс елдерде десек те болады. Теңіз демекші, сіздің өміріңізде теңіз үлкен рөл атқарады. Сол себепті жұмысыңыз бен хоббиіңіз сумен байланысты болғаны дұрыс. Бірақ ол міндетті түрде балықшы немесе су арналарын тазалаушы болып жұмыс істеу қажет деген сөз емес. Тек кей-кейде дайвингке қатысып, немесе аквариум сатып алуыңызға және суда жүзіп жүрген әдемі балықтарға жем шашып, күтіп баптауға, оларға қарап дем алып, медитация жасауыңызға да болады. Сонымен достар, сіздерге ұсынған психологиялық тестіміз ұнады ма? Егер де ұнаған болса, пікір бөліміне кез келген өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Егер де біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп және қоңыраушаны баса кетіңіздер. Көріскенше күн жақсы болсын.